Сәлем, менің құрметті көрермендерім, YouTube каналыма қош келдіңіздер. Маған жиі келетін сұрақтардың жауабына осылай жауап бергім келді. Барлығы тыңдасын деген оймен. Мен осы YouTube каналға шығатын любой видеоның, яғни горизонтальный видеоның астына міндетті түрде рецепт жазылады. Ол үшін кәдімгі описание бөлімінде жазылады. Ол жаңағы видеоның тақырыбы тұрады ғой, соның қасында еще деген сөз тұрады. Соны бассаңыздар, сол жерде міндетті түрде құрамы жазылады. Ал енді шортс видеоға келетін болсақ, шортс видеолар менде, олар видео рецепті емес, мен оларда просто салып жүргем. Бірақ бұдан былай шортс видеолар салынбайды, өйткені көп адамдар түсінбей жатыр. Неге оның видеосын саласың, неге рецепт жоқ болса деген көп маған сондай комментариялар жазылды. Сондықтан сондай түсініспеушілік болмас үшін ондай видеолар салынбайды. Енді только горизонтальный видео рецепттер салынып отырады. Сондықтан каналыма тіркеліп қойыңыздар. Егер видеолар ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар, өздеріңіздің таныстарыңызбен бөлісіңіздер. Бұл менің каналымның дамуы үшін маңызды.